Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Құрметті оқушылар, мына тақырыпқа назар аударыңыздар. Сенім арқылы бүгінгі сабағымызда бір-бірімізге жақсы тілектер айтып жібереміз. Барақат бастаймыз. Мына бүгінгі сабақта белсенді қатысуға тілейміз. Тамашалап, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбын ашамыз. Еліміздің тарихы үлкенді кішілі қалалардың тарихынан, сонымен қатар кең байтақ отанымыздың әр қиырында еңбек етіп жүрген, ондағы мамандық өкілдерінің 17 аймақ, бірін-бірі қайталамайтын 17 түрлі тарих. Қазақстан сан қырлы облысымызда шахтадан басқа еш нәрсе жоқ деп ойлайтындар қателеседі. Әрине, шахтаның жөнін айтпақшы, елбасының өзі еңбек жолын теміртауды бастаған. Сондықтан ол кісі үшін теміртаудың орны ерекше. Қазақстандағы ең үлкен облыс, әсіресе Жезқазғанды қосқаннан кейін оның аумағы ұлғая түсті. Ащы және тұщы судан тұратын жалғыз көл. Бір шетте бар, балға ауласақ, енді бір шетте. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын осы видеоролик арқылы кім айтады? Таныс. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы не деп аталады екен? Қарағанды өнеркәсіптік аймақ екен. Бағалау парағы арқылы сабақ барысында бағалап барамыз. Алыңыздар, аты жөндерімізді жазып қоямыз. Аты жөндерімізді жазамыз, түгелдеп. Сабақ барысында ұмытпай, әр орындалған тапсырмаға ұмытпай қойып барамыз. Сабақ соңында осы бағаларды балаларды күнделікті кезекке қоятын боламыз. Тақырыпқа назар аударамыз. Бірінші тапсырма кітабымызда Қарағанды облысы қандай өнеркәсібімен танымал? Қарағанды туралы жазылған қандай шығарма білесіз? Екі ұпай бағаланды. Өз-өзімізді бағалап барамыз. Ал кім жауап береді? Тақырыпқа назар аударамыз. Біз естігеніміз не екен? Тезис дегеніміз жалпы негізгі басты мағынасы қысқаша нақты түрде жеткізілген сөйлем. Әр азат жолдан негізгі ақпаратты жүзбен дәптеріңізді жазыңыздар. Және мұнай химия өнеркәсібі, металл өңдеу, машина жасау, жеңіл өнеркәсіп, көлік, әскері, электр энергия ағаш өңдеу, кәсібі және қызмет көрсету саласының кәсіпорындары шоғырланған. Жезқазған аймағына темір, марганец, алтын, күміс, мырыш және тағы сонымен қатар өнімдерін 60-тан астам елге экспортқа шығарады. Осылайша индустриалды аймақ өңір экономикасына серпін беруде. Тапсырмада Ғабит Мұстафин Қарағанды романынан үзіндіні оқуға сендерге 3 минут уақыт беремін. Романды оқып шықтығы, осы романға жауап береміз кәне. Романның ішінде сөйлемдерді оқып шықтық па мәтінде? Сол мәтіннің ішінде жан-жағынан темір арқандармен тартып тастаған. Темір арқан тартылған түтінсіз Қарағанды облысында көптеген темір жоллар бар. Олар арқанмен байланған. Жан-жағынан темір арқандармен тұратын тастаған. Мен осы Қарағандыны күзетіп келген еңбек деген жұмысшымын. Іздегенім сен еді. Көптеген өнеркәсіп бағалау парақтарын жинағыштар жасаймыз кәне. Құрметті оқушылар, үйге тапсырма 27-ші беттегі 9-ші тапсырма. Ал құрметті оқушылар, сонымен бүгінгі ашық сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.